Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Міне енді өзім осы жақында ақша жинап 200 мың теңгеге бір қой қозысымен, сосын бір тұсақ буаз осы жақында туып қалу керек. Сосын бір шыбыш бір лағымен, бір ешкі бір лағымен 200 мыңға сатып алдым. Сол өзіміздің үйімізде асырап отырық. Сосын қазір бүгін осы қазір алып келдім осы жаққа жайып. Ал мен мына шөптер көп жеткілікті. Әлі үйреншісіз кішкене қорқып сөйтіп жүр. Мына шөптер бар. Мынау менің бұрындағы тауық, ешкі, қаз осы жақта жүрген болады. Қазір бұл үйді жалға беріп қойдық. Бұл үйде адамдар тұрады жалға. Мен көп видео түсірмей кеттім. Тауық не болмаған сосын маған осы 200 мыңге осылардың қасына тағы да бір чүктің кішкене жартысы, сосын 6 балапан берді, 2,5 айлық 3 ай болып қалды уже. Сосын балапандарымды да көрсететін болам сіздерге. Мынарды жақыннан көрсетейін. Мынарды қырқу керек сосын. Мынадан сүт сауға болады. Шөптер жеп отыр. Қамысы бар, бүкіл бар мында. Қырқу керек. Буаз қойды қырқуға бола ма екен, айтып кетіңіздер. Міне, екі қойды, сосын мына бір шыбышты қырқу керек. Мынау қырқуға болмайды сияқты. Жүні аз, нормаль. Сосын екі лағы еркек. Қозысы да еркек. Міне шөптер жақсы. Жақсы жейді, таңдап жейді. Әр жерден міне шөптер жақсы екен. Рахаттанып жейді осылай. Бірақ мына жаққа айдау өте қиындау кішкене. Жол бар, иттер болады. Олар қорқады, жүреді сөйтіп. Қиын кішкене. Қиындыға келеді. Жаман қорқады осыларға, емес пе? Осылай мен мына жақта да шөптер бар, көлеңкеде. Жақсы. Қалай жақсы ма, 200 мыңға тұра ма, айтып кетіңіздер. Немесе одан да арзанға алуға бола ма? 200 мыңға жақсы. Срочно сатып жатыр екен, сосын сатып алдым. Рақтар шустрый. Мына жақта шөптер жақсы екен. Өздері жақсы таңдап жер. Ана кішкентай шыбыштың лағы мұны. Үлкен ешкінің лағы. Қорқпайды, қасыма келеді мен. Қараңызға көрдіңіздер ме? Мына шөптер жақсы екен, көлеңкеде жақсы. Шыбыш жеп жатыр. Шыбышты да қырқып тастау керек. Екі лағы жақсы. Келеді қасыма. Міне келеді тұғын. Жеңдер ал шөптерді. Бастарын жейма, дұрыс жемейді сияқты. Таңдап жейді екен ешкілер. Басын сұлып кетіп деген сияқты. Міне келді. Қасында достары келді тұрсын. Қорқпанды. Қорқақ, өте қорқақ. Осы жердің шөбі жақсы екен.
көлеңке бір жағынан. Сіздер уже қойларыңызды, ешкілеріңізді қырқып бастадыңыздар ма? Біздегі Атырауда плюс 28 градус. Достар, уже отыққан. Шөбін де жеп тұр. Сүтін де ішет. Не мүйізі бар бұда да, мүйіз шығып жатыр не. Қайсы тұрсақ көрсетіп жер. Ма. Анаққа қарайды. Анаққа қарай кетіп қалды. Немен ақтада шөптер бар. Осым солай достар. Міне шөптер. Достар, сау болыңыздар. Енді сіздерге балапандарымды үйге барған соң көрсететін боламын. Әзірше осы, сау болыңыздар.